Сәлем достар, қазір сіздермен түрік халқының яйла чорбасы деп аталатын тағамын жасайтын боламыз. Бізше айтқанда йогуртты сұрпа деп айтсақ болады. Сонымен ең алдымен күрішімізді пісіріп аламыз. Менде мында 1,5 литр су, осыған 100 грамм күрішімізді салып пісіріп аламыз. Күрішіміз түбіне жабысып қалмас үшін міндетті түрде арасында түбін араластырып тұрамыз. Енді күрішіміз піскенше біз йогуртымызды дайындап аламыз. Негізі рецепт бойынша біз бұған йогурт қосуымыз керек. Йогурт деген тәтті емес, дәмі біздің кәдімгі айранның дәміне келеді. Мен жақын маркеттен таппаған соң осындай кәдімгі өзіміздің 2,5% айранды қосайын деп тұрмын. Бұлайда өте жақсы шығады. Айранымызды құйып алдық. Енді осыған 1 жұмыртқаның сарысы және де 1 ас қасық ұн. Осыларды жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Ешқандай ірі бөлік, яғни комок қалып қалмау керек. Массамызды біркелкі болғанша араластырып алдық. Енді осы айранымызды күріш пісіп жатқан кастрюлемізге құюымыз керек. Егер біз бұны бірден құйып жіберсек, айранымыз іріп кетеді. Сол үшін біз ең алдымен айранымызды жылытып аламыз. Осылай айранымызды жылытып барып құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді айранымызды бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Оғанға дейін біз соусымызды дайындаймыз. Табамызға сары майды ертіп аламыз. Менде мұнда көріп тұрғандарыңыздай 1 ас қасық, яғни толы деп айтсақ болады, сары май. Осыны жақсылап ертіп аламыз. Майымыз еріп болғаннан кейін үстіне мінекей 1 шай қасық мята салып, жақсылап араластырып жүреміз. Енді осы соусымызды йогуртымызға құямыз. Жақсылап бәрін бір араластырып аламыз. Мен тұз қосуды ұмытып барамын. Мінекей қалауынша тұзыңызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Біздің супымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай өте жеңіл әрі жасалуы да өте тез. Ас болсын.